Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз қара шаңырақта тұратын келіндердің әңгімесі. Мен қара шаңырақта тұрамын. Алдымда 2 абысыным бар. Қара шаңырақтың кенже келінімін. Менің айтайын дегенім, сіздерден ақыл кеңес сұрайын дегенім. Қара шаңырақта тұратын өте ауыр. Шын мәнінде үйдің жұмысы, ата-ененің қас-қабағына қарау, одан бөлек абысының бар, қайнағаң бар, қайнілерің бар, қайынсіңлің бар, бәрін көңіл табу керексің. Қара шаңырақта тұру өте қиын. Шын мәнінде мен кенже ұлына шыққанына өкінемін. Қазір күйеуіме айтып бөлек жайық десек, ол әкесінің сөзінен кете алмайды. Енді не істесем болады, өзімнің бір ұлым бар. Екіншіге аяғым ауыр. Қара шаңырақта мүлдем тұрғым келмейді. Уже жүйке жүйемді тозып бұл. Күнде қонақ, күнде абысындарым жиналуы, бөлек тұрған шіркін күшті ғой. Қара шаңырақта тұратын келіндер, сіздер қалайсыздар? Қандай ақыл кеңес айтасыздар?